Басал кетті ма? Менің есімім Еркінқызы Таңнұр, Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылының тұрғынымын. Бүгінде Бегинет бай Индрайв әлеуметтік жобасының жеңімпазымын. Өзім туралы айта кетсем, жасым 16-да 2008 жылы дүниеге келдім. Отбасымда 6 адам, мен өзім үйдің үлкенімін. Анам, әкем және 2 кішкентай бауырым, 1 сіңілім бар. Мен өзім апамның баласымын. Кішкентай кезімнен мектеп жасына толғанға дейін апамның арқасында өстім. Мен апамды жақсы көрем. Өзім қызығушылықтарым туралы айта кетсек, мен кітап оқығанды қатты жақсы көрем. Оқыған кезде көбінесе мен өзім психология деген сияқтыларды оқи алмаймын. Көбіне көркем әдебиет стилінде оқимын. Әсіресе қазақ көркем әдебиеті, оған қоса шетел әдебиетін жақсы көремін. Негізі мына жер біздің, мен кішкентай кезде мына жер мен құпия жерін деп ойлайтын, өйткені басқа балаларды көрмейтін. Негізі мына жер әдемі жер. Әсіресе күз кезінде кәдімгідей сары жапырақтар болады да. Одан кейін кейде бұлбұлдар сайрап тұрады. Өте әдемі. Қыс кезінде мына су қатып қалады кейде. Сосын біз бетіне үстіне шығамыз да. Анау жерде ағаш құлап жатты ғой. Ағашты бүйтіп тартып, кейде сындырып алып, білмеймін, неге істейміз олай, бірақ біз солай ойнайтынбыз. Біздің ауыл өте керемет десе де болады. Жалпы ауыл ол Ұлан ауданы Аблакет ауылдық округінің құрамына кіретін бірнеше ауылдардың бірі болып табылады. Оған қоса басқа да елді мекендерге жақын орналасқан. Жанында шабындық бар, жайлау бар, жазықтықта, және де бізде ауылдың жанына Аблакет деп аталатын өзен ағып жатыр, және де ол ары қарай ағып ертіске құйылатын өзен. Ауыл адамдары өте керемет адамдар. Біреуге көмек керек кезде барлығы келіп, өз қолғабысын тигізіп кетеді, көмектесіп тұрады. Мен өз ауылымды жақсы көремін. Туғаннан бері осы ауылда тұрамын, және де ауылымды жақсы көруді тоқтатқан емеспін. Қарап отырсақ, біздің ауылда әрбір адамның өз ауласында өздерінің бақшасы бар, егін егеді. Оған қоса адамдар өзінің егістік аймақтары бар. Жаз кезінде шөп шабумен айналысады, барлығы мал ұстайды. Бізде табын бар, 2 табын. Жылқы, сиыр, қой, ешкі, ірі қара деген сияқты көп деп өсіреді. Оған қоса кейбір адамдар дәл осы қалада жұмыс істейтін адамдарды қалаға әкеп, қайттан апарып, өз күн көрісін көріп тұрады. Бізде ауылда бәрі керемет десе де болады. Оған қоса өзіме ұнайды. Ешқандай бір наразылығым жоқ, бірақ та бізде бір кішігірім мәселе, ол кейде жаңбыр жауып тұрады, қатты жел болады. Сондай кездерде ауылда кейде тоқ көзін өшіріп тастайды. Тоқ көзі өшсе бізде тоқ өшеді, су өшеді, сосын алатта интернет жұмыс жасамай қалады. Ондай болып тұрады әрине. Ол кезде енді телефон қолымызда емес, жақындарымызбен көп уақыт өткіземіз, көңілді болады әрине. Бірақ та кішкене бір ыңғайсыздықтар тудыратыны бар. Қазір сонымен көп жұмыс жасап жатыр, соның өзінде де дәл сол мәселе шешілсе деп үміттенемін. Оған қоса жаңағы өзім зерттеген Sophie to School жобасы аясында жолды да жөндейді деген үміттемін. Қазір мен егер осы жобаны шынымен де ары қарай дамытып, ауылға бір шынымен де жолын жөндей алатындай жағдайға жеткізе алсам, менің үлкен көмегім сол болады деп ойлаймын. Негізі солай жеткізгім келеді адамдарға көмектесіп. Өйткені ауылдағы жолсыздық мәселесі ол өте неше жылдан бері келе жатқан мәселе, шыны керек. Әсіресе күз, көктем кездерінде, көктайғақ болған кездерде де өте қолайсыз. Кәдімгідей әсіресе кішкентай балалар, менің бауырларым мысалы, жүріп келе жатады да, жыраларға велосипедпен келе жатқан өзіне сүрінеді, құлайды, тізесін талқандайды деген сияқты. Негізі жүрегім ауырады ондайды көрген кезде. Бегинет жобасы туралы ең алғаш оқу жылы басында бізге Салтанат Азатқанқызы айтқан болатын. Оған қоса WhatsApp-пен жазып жіберді. Мен ол кезде уже ауылда болатын. Қатысқыларың келсе, көріңдер деді. Мен ондай кезде көбінесе
қандай да бір жарыстар болмасын, бәріне қатысуға тырысатым. Өтініш бересіңдер деді, сайтқа кірдім, өте әдемі болып тұрды. Оған қоса мен оны қандай да бір әлеуметтік көшбасшылық туралы жоба емес, көбіне жаңағы IT жобасы деп ойлаймын, өйткені менің түсінгенім бойынша оны Өскемен IT хаб ұйымдастырып жатты. Әрине, әлеуметтік көшбасшылық туралы жаңағы сұрақтар болды. Мен оларды қандай да бір ойланбай-ақ, ең бірінші миыма келген нәрселерді жаза салған болатын. Дегенмен де дәл осылай ең алғаш танысқан болатын. Маған жалпы жобамен танысудың алғашқы кездері ұнады десем де болады. Әсіресе Ерсайын аға мен Елена Терапевтовна іріктеу кезеңінде Өскемен қаласына келіп презентация арқылы таныстырған кез, ол естен кетпес керемет кездердің бірі деп ойлаймын. Дәл сол кезде ғана мен Бегинес жобасының нақты мақсаты қандай және оның нені көздейтінін түсіне алған болатынмын. Бегинес жобасында негізі менің қатысып жүргенді Алматыға барарға дейін ата-анам білмейтін ол туралы. Сосын наурыздан кейін Алматыға баратын қатысушылар списогын жібереді. Мен өтіппін. Одан кейін мен оны интернатта білгем. Үйге барғасын әдемі қылып түсіндіріп, күшті қылып айтып берем деп ойлағам. Сосын үйге келсем, анам айтады маған, сен жобаға бармайсың ба дейді. Жоқ, мен барам, неге десем, мені бір группаға қосады дейді WhatsApp-тан. Сосын орысша жазады. Оған қоса бірдеңе дейді. Мен оны дүкенде нәрселер сататын адам екен деп шығып кеткем. Сөйтсем, артынан кісі жазады дейді, балаңыз жарысқа бармай ма деген сияқты. Сосын, мама, мен барам, сен неге шығып кеттің деп айтқан кездерім болды. Бірақ та шыны керек, егер мамам сол кезде шынымен шығып кетсе, мен мүмкін Бегинесқа қатыса алмай қалушы едім. Бірақ та енді осыдан кейін жарыстарға қатыссам, анам айтып тұрам деп шештім, өйткені бұл оқиға қайталанса болмай қалады деп ойлаймын енді. Жалпы жобаға Қазақстанның бірнеше облыстарынан, әсіресе ауыл балалары қатысуға мүмкіндік ала алды. Одан бөлек Айқанат мектебінің оқушылары қатысты. Өзі бірнеше кезеңдерден тұрды. Менің білуімше, ең алғашқы кезде жобаға қатысуға 800-ден астам бала жаңағы өтініш берген болатын. Соның ішінде іріктеу кезеңдерінен іріктеліп, ақыр соңында 200-дей бала қалды ғой деймін. Сол балалармен барлығымыз бірігіп, бізде онлайн бірнеше ай көлеміне созылған әлеуметтік көшбасшылық жаңағы Beginning by Drive for Social Justice деп аталатын оқыту моделі болған болатын. Сол жерде біз белгілі бір дедлайн қойылды, видео сабақтар болды, мәліметтер, презентациялар, қосымша митингтерден тұратын бірнеше айды біз оқыту бөліміне арналған болатынбыз. Одан кейін ендігі кезеңінде біз өз әлеуметтік жобамызды дәл осы кезде ұсындық. Идеясын ұсынған болатым, және де оны ең үздік дейтін 10 идея әлеуметтік көшбасшылар алдында, оған қоса жюрилер алдында онлайн кездесу арқылы қорғалған болатын. Соның нәтижесінде сол 200-дей баладан 54 бала келесі кезеңге өтуге мүмкіндік алған болатын. Келесі кезең, яғни ол Алматыдағы кездесу кезі деп айтсақ болады. Шыны керек, мен өте көп нәрсені үйрендім. Яғни, дәл осы жобаға қатысудың арқасында мен бұған деген бар болу мүмкін дейтін, мүмкін ойламаған нәрселерді біле алдым десем болады. Ең біріншісі және ең бастысы өзі атап айтып тұрғандай, әлеуметтік көшбасшы дағдыларын үйрендім десем болады. Яғни, көшбасшы ретінде мен нені білу қажетпін және қандай нәрселерді жұмыс жасау керек, және менің қалай нәрсені зерттеу кезінде командалық жұмысты басқара білуім керек. Не болмаса, командамен қалай жұмыс жасау керек, әсіресе зерттеу жұмысын жүргізген кезде оны неден бастау керек. Яғни біз бұның барлығын осы Бегинес жобасында өткізген Leadership for Social Justice деп аталатын бөлімінде үйренген болатынбыз. Дәл сол кезде мен ең алғаш зерттеулер туралы көбінесе үйренген болатынмын. Ал ары қарай Алматыдағы кездерде мен шында да сол кездегі алған білімімді практикалық жүзде қолдана алдым десем болады. Сонда заманда адыр айтып, балаларың оқып сонда білмейді екенсің, баладарды қоя беріп ана жақтан. Тастың қасы шың өтекен. Не болды астана? Талтауын қасында? Тастың қасында. Терең. Терең ба қатты ол? Сонда ерманға жетті. Не жер жақсы енді. Ары қарай ақын. Ана жер тегіс көп келеді тастың қасы. Терең. Мама,
осы Мамай Батыр ауылының тұрғынымын. Аты жөнім Әзеркін, Таңнұрдың папасымын. Осы жерде 2006-дан бастап осында тұрамыз. 2006 жылы 11 айда көшіп келгенбіз. Содан бері осы жерде тұрып жатырмыз. Ауылда мал ұстаймыз аздап. Сол малға сол қыстық жем шөбін осы жерден дайындаймыз. Неше жыл қуаңшылық болды, шөп жақсы болмады. Биыл енді Аллаға шүкір, шөп биыл жиын терім жақсы. Ауа райы жаңбырлы болды. Бүгінгі күнде 4 баламыз бар. 2 ұл, 2 қыздың әкесіміз. Үлкеніміз Таңнұр осы. Енді 11 сынып оқиды. Өздеріңізбен де таныс, сіздердің жобада бар қазір. Жақсы оқиды. Екіншіміз Ернар. Ернар енді 10 сынып оқиды. Ол негізінен тоғызқұмалақпен айланысады. Азияның чемпионы ол. Үшіншіміз Ерман. Қазір 2 сыныпта оқиды. Ол енді спорт жағымен айланыспаса, оқу жағынан ойдағыдай емес енді. Төртіншіміз Балнұр, кішкентай қазір садикте. Үлкеніміз Таңнұр енді негізінен жақсы оқиды. Сабақты 5-пен оқиды. Әртүрлі жобаларға қатысып, орын алып жүреді. Осы биылғы жылы Шығыс Қазақстанның үздік оқушысы атағын алды. Көшербаевтың қолынан 1-ші дәрежелі марапатталды. Аллаға шүкір, осы алған бетінен қайтпасын, жетем деген биіктеріне жете берсін дейміз енді. Ендірәптің тиімдісі енді өз жұмысыңмен кетіп бара жатасың да, попотки жолдан ала кетесің, апарып тастайсың. Саған да тиімді, оған да тиімді болса. Анда-санда бір ақша керек болғанда, өзің зеріккенде болсын, ешкі байланып қайтып келеміз. Бір жағы кәсіп болады, бір жағы тиім болады, бір жағы өзіңе де жұмыс болады деген сияқты. Қалада мына Сөгіра жақ деп айтады, Ақмер жақ деп айтады. Көктем кез болған кезде о жаққа барғың келмейді, өйткені оның жолы жаман болады, қары көп, суы көп, одан кейін пробкасы болады деген сияқты. Ал енді Кіштіға жолы жақсы, ол жерде пробка аз болады деп Кішті жақсы іздейсің мысалы. Сонда баратын жерді біліп тұрасың. Ал енді қалаға қарай, ары қарай қарасаң мысалы, қалада үлкен базардардың алды, недердің алды кешке жақын таңертең пробка болады, о жаққа баспайсың да, жаңағы қыр жаққа қарай кетесің. Ол кезде тез болады да, қыр жақ тиімдірек болады. Соғысап өзің таңдайсың. Ендірәп болғанда, ендірәбіл бойынша енді ауылдан қалаға көбінесе көп бармайды, бірақ анда-санда клиенттер болады мұнда. Негізінен жазда мұна жоғар жақта Сибина бар. Соған көп кісілер демалуға барады, сол кісілермен көп жұмыс істейміз енді. Ол қолайлы ендірәбіл енді. Өйткені ол қалаған уақытында барады, қалаған уақытында келе алады деген сөз. Сондықтан сол саяхат орындарына жазда туристер әсіресе көбірек барып демалған кезде сол жағында ендірәбіл көп жұмыс істейміз. Сол жағына көп барап, кісілерді көп тасимыз. Ассалаумағалейкум. Құрметті осы жобаның басшылары және ұйымдастырушылары, жобаға қатысып отырған жеткіншектер және ата-аналар, қайырлы күн. Өздеріңізбен жүздесуге қуаныштымын. Мен білген кезде мен негізінен осы жобаның ақырғысы Астанада болған кезде бардым ғой. Мен сол кезде өз көзіммен ішінде болып, соны жеңіп алған кезде, Таңнұрдың аты аталған кезде төтенше қуанып, жүрегіміз жарылардай болды. Сол жерде отырып төбеміз көкке жетті. Қуанышымызды жер көкке шүйінші сұрап, жер көктен шүйінші сұрап, Таңнұрдың жетістігін айттық. Осы жол Азияға барып келді, ағылшын тілін үйреніп келді. Бұда болса өзінің еңбек нәтижесі сіздердің арқадарыңыз енді. Бұдан үлкен жеңістерге жете берсін, жетістіктерге жете берсін деп, әлі де үлкен үмітпен қараймыз. Көзден сақтасын енді. Алған бетінен қайтпасын деп ойлаймыз. Жалпы Бегинер жобасының арқасында мен өзім үшін көптеген нәрсені ең алғаш байқап көрдім. Ең алғашқы тәжірибем болды десе де болады. Ең есімде қалғаны ол біз іріктеу кезеңінен өткен кезімізді білген кезде
Біздің мектеп бойынша жалпы 10 сыныптар арасында 10 бала барғамыз, біздің сыныптан 5 бала. Сосын бәріміз келді дейді да, қорытынды шықты деп айтады. Біз почтамызға кіреміз, бәріміз бірге отырмыз, андай қобалжып отырмыз, не істейміз, деген сияқты. Сосын ашамыз, біреуде ең астында айтады, сіз өттіңіз немесе өтпедіңіз де, бәріміз баяу өткіземіз, бәріміз бір уақытта ашамыз. Көбіміз өтіппіз. Сосын қатты қуанып шыңғырамыз, айғайлаймыз, секіреміз. Сосын тәрбиешілер ұрысты, оған қоса астыдағы балаларға дук деп естілген екен. Ал енді Алматыға ұшатын кезде, мен сол кезде ғана өмірімде алғаш рет ұшақпен ұшып көрдім. Жанымда достарым болды, андай қобалжу болды басында. Сосын есімде қалғаны ең алғаш шыққан кезде біз ұшақта отырдық, жаңа қауіпсіздік белгісін орнына қойдық, жасап қойдық. Сосын қазір ұшады деді. Сосын қатты жылдамдықпен қозғалып бастады. Көтеріліп қалған кезде мен бүйтіп отырғам, бүйтіп орындыққа арқам тақалып қалды да. Сосын қалай қысымның өзгергенін көрдім. Оған дейін географияда оқыдық. Мысалы 100 метрде былай қысым өзгереді, температура өзгереді. Бірақ оны өзің сезін көрсең, бөлек екен да. Біз ереже бұздық. Түнде Айнұр апай, кешіріңіз, басқа 4-ші этаждағы балаларға барып бөлмесінде сыйлықтарымызды бердік. Негізі өте қызықты болды. Одан кейін мен жеңген кездегі сезімді айтсақ, білмеймін, маған достарым айтатын, ой Таныр, сен күшті істеп жатсың, сен скорее всего жеңесің деген сияқты айтады да. А мен оған мән бермеймін, өйткені мен көбінде ондай нәрселерді айтқан кезде бұйырғаны болады деп ойлайтын. Олай жеңем деп, жеңген кезде, болады деген сияқты ойламаймын көбінесе. Сосын әкемді шақырды ғой оған қоса Астанаға. Сосын болатын шығар деп ойладым, бірақ былай 100% оған сенімді болдым деп айта алмаймын. Сосын шақырып жатыр, мен ойладым, бәрі айтқасын жарайды, 3-ші орын бірдеңе болады шығар деп. Сосын алады да, бәрін айтып жатыр да, еркін қызы Таңнұр дейді. Не күлерім, не жыларым білмедім. Сосын есіме достарым түсіп кетті, қанша ай, 1 жыл болды ғой жобаны жасап жүргенімізге. Неше сезім болды. Сосын ақыры мен қорытындысына жеттім ба деген сияқты ой болды да. Оған қоса Арсен Томский өзі беріп тұр да, кумир сияқты кісі ғой бізге. Интерайфпен жұмыс жасап жатқасын, қанша ай болды. Сосын өте қуанышты болдым. Одан кейін Айдар қатты қуанады. Адамдардың қуанғанын қарап өзің қуанасың, жылағың келеді, бірақ жылғы болмайды, өйткені қуанышты сәт деген сияқты. Сосын грант иесі шығады. Балауса достарым грант алыпты. Олар жылап бастайды. Сосын жыладым әрине, бірақ өте көңілді болды. Ең бастысы кэмп лагері ол бізде осы тамыз айының басынан басталған болатын. Ең алғашқы бірінші аптаны біз Куала-Лумпур, яғни Малайзияның астанасында өткіздік. Hyatt Place деп аталатын қонақ үйде отырдық, және де бастапқы кезде қазақстандық үшін, мысалы, бұл жерде қиын болуы мүмкін, өйткені тамақтар әрине кішкене біз әдеттегі жейтін тамақтарға ұқсамайтын болғандықтан маған біртүрлі болды десе де болады. Яғни мен өмірімде ойлаған жоқпын, нанға зар болып қалған. Яғни нан табу кішкене қиын болды, және де күнде күріш және тауық еті, күріш, тауық еті күндіз, таңертең, кешке. Ол мен үшін қиын болды. Ал енді басқа нәрселер туралы айтатын болсақ, кемптің тамақтан басқа, яғни қонақ үйдегі тамақтан басқа жерлердің барлығы күшті десем де болады. Яғни адамдар, әсіресе оқушылар, қатысушылар, олар өте жан-жақты әрі өте көңілді балалар. Олармен тыныш, қызықсыз уақыт өткізу дейтін мүмкін емес. Олармен бірге болсаң, міндетті түрде бірдеңе болады, және де ол міндетті түрде қызық болады. Сен өміріңде қандай мақсатың, арманың бар дейді қазір? Енді мақсатымыз балаларды өсіріп, осы балалардың қызығын көрсек, жақсы биіктерден көрсек, осы балалардың еңбек нәтижесін көріп, аман есен осылардың қызықтарын көріп жүре берсек, бұдан асқан бақыт пен қуаныш бізге. Яғни бұл жобаның ықпалы өте жоғары, кәдімгідей жастар арасында көбейсе мектеп оқушыларынан бөлек. Және де егерде бұл әлеуметтік жобалар үлкен адамдар тарапынан қолдау алса, онда жаңағы бізде бұл жоба шынымен де өзекті балалар еді. Оған қоса балалардың тұлға ретінде дамуына үлкен ықпал ететін еді. Әлеуметтік жоба ол әлеуметтік мәселелерді шешеді. Онымен қатар балалардың онымен жұмыс жасауына көмектеседі. Және де оның ықпалы әсері көптеген адамдарға
өз пайдасын тигізе алады. Яғни дәл осындай жобалар көбейсе, жоғарыда атап өткендегідей өте көп пайдасын тигізе алар еді, және де мен шынымен де үміттенемін, бұндай жобалар көбейе берсін. Болашақта мен өзімді қалай көрем, кім ретінде? Шыны керек, мен бұл сұрақ туралы бұған дейін мүлде ойлап көрмеген екем. Бірақ та болашақта қойған кезде бірінші ойға келгенім, неге екенін білмеймін, мүмкін беген жобасының ықпалы шығар. Менің командам бар сияқты көрінді. Яғни өз командаммен бірге қандай да бір мәселені шешуге жұмыс жасайтын адам сияқты өзімді елестеттім. Мен кішкентай кезімде армандарым көп болатын. Мен әлемдегі ең әдемі қыз болғым келген болатын. Өте қызық болды. Оған қоса менің ең мықты бір армандарым бірі, ол әлі армандаймын негізі, жұлдызды қолмен ұстағым келетін. Яғни ол шынайы әлемде орындау мүмкін емес әрине, бірақ та ол менің әлі ойымда бар. Ал қазіргі кезде менің ең басты, ең үлкен арманым ол болашақта ата-анамның үмітін ақтау, және де мені өсіріп қаққан әжемді Меккеге апарғым келеді. Анамды, әкемді де. Одан бөлек, менің қазіргі арманым, ол мен болашақта ұбт емтиханын тапсыру керекпін. Мен енді содан 140 балл болмаса да, барынша жоғарғы балл алып, Алматыдағы университетте оқығым келеді. Және де менің ең тағы бір армандарым, ол болашақта ата-анамның жандағы жақындарымның жанында болған қалайым. Яғни олардың дені сау болып, күліп, бақытты болғанын қалайым. Және де менің қазіргі арманым сол ғана деп ойлаймын, өйткені Бегенет менің осыған дейін болған көптеген армандарының шынайы болуына әсер етті, яғни көмектесті десем болады. Яғни мен бұған дейін мысалы басқа шетелде болып көргім келді, және мен қазір шетелдемін. Яғни маған Бегенет көмектесті. Не болмаса мен Алматыда болып көргім келді, мен бола алдым деген сияқты. Армандар, мен осыдан кейін ғана осы жобаның арқасында 100% сендім де айталам. Яғни армандар орындалады, және ол армандарды шынайы қылу үшін ең бастысы жұмыс жасай білу қажет. Мен ойлағаным, мен әлі де қазіргі өз таныстарыммен әлі де араласқым келеді. Яғни олармен әлі дос болып қалғым келеді, әсіресе маймылдармен бірге. Маймылдар деп, мен өз достарымыз өз арамызда сөйтіп айтамыз. Мен, Амина, Инкар, Арутай, Жаномано, Салтолық бар, бәріміз алтауымыз негізі 7 сыныптан бірге келе жатырмыз. Болашағымыз бәріміз бірге елестетеміз. Ең қатты өзіме айтарым, болашақта егер осыны көретін болса, осы достарыңды жоғалтып алма дегім келеді. Және де әлі де отбасыммен біргемін. Олар бәрі өсіп, бөлек үй болып шығып кетіп жатқан шығар дегенмен де ата-анамның, әжемнің қолында болған елестетемін негізі. Жалпы жобамен айналысқаныма 1 жыл болды. Өте көп нәрсені жаңадан байқап көрдім, жаңа эмоциялар болды, жаңа тәжірибе, қиындықтар да болған кез болды әрине. Бірақ та қиындықтар болған кездің өзінде де әр кезде жанынан табылатын комьюнити, мықты комьюнити болды. Беген жобасына алғыс айтқым келеді осындай нәрселер үшін. Индрайвқа да рахмет. Осы негізі.